Барлықтарыңызға тағы да сәлем. Сіздерге мен бүгін Trendyol сайты жайында кішкене қысқаша малумат, ақпарат көрсеткім келеді. Trendyol сайты App Store және Play Market'тің ішінде Trendyol деп жазсаңыздар, осындай оранжевый тұрған мынау значок тұр ғой, қараның ішінде Trendyol деп. Осындай значокпен шығады. Соны өзіңізге скачать етіп аласыз. Одан кейін оның ішіне кіргеннен кейін бұл жерде тілі түрік тілінде болады. Оны переводчикпен аударып отырып, өзіміздің адресімізді енгіземіз, кодымызды тіркейміз, жаңағы заказымызды береміз, және де сынатын заттар болса, продавецпен сөйлесеміз. Соны біз жаңағы переводқа салу арқылы бәрін жүзеге асырамыз. Енді бұл жерде мен сіздерге айтатын, мынау колокольчик тұр ғой, соның колокольчиктің астында стрелка тұр. Сол стрелканы басқан кезінде бізге категория ашылады. Неше түрлі таңдайтын категориялар шығады. Және де бізде Trendyolда рұқсат бермейтін нәрсе, ол духи, косметика, химиялық заттарға рұқсат бермейді тасымалдауға. Алтын, күміс, сосын жаңағындай батарейкасы бар заттар, атылатын заттар, сондайларға тасымалдауға рұқсат берілмейді. Және де мына жерде долап дегенді ашудың қажеті жоқ, ол жерде киілген киімдер. Қыздың суреті тұрған. Міне осының ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін осы жерден киімдерді көру үшін киімдерді таңдаймыз. Мысалы, мен елбез деп жазылып тұр ғой, мына кішкентай қыздың суреті бар. Осыған кіремін. Кіргеннен кейін бұл жерде бізде бәрі кішкентай қыздардың киімдерін көрсетеді. Ал мен өзіме үлкен қыздардың киімдерін көргім келеді. Сосын мен мына жақта фильтр дегенді басамын, төбесіндегі фильтрді басқаннан кейін мына жерде сенсет деп жазылып тұр ғой. Соның ішіне кіремін. Бұл жерде чучук, еркек, кәдін деп тұр. Кәдін әйел адам, еркек адам. Чучук дегеніміз сәби, кішкентай бала деген мағынада білдіреді. Енді мен кәдін дегенді басам, чучукты өшіремін, птичкамен алып қойып. Енді мынау оранжевыйды бастым, сосын тағы да оның астындағы оранжевыйды басамын. Сол кезінде маған осындай киімдерді шығарып береді. Енді бұл жерде мысалы киімнің түрі бар, көп, неше түрі бар. Егер мысалы сіз іздесеңіз көйлек, немесе юбка, немесе шалбар деп іздеу керек болса, жоғарыдағы жаңағы фильтрға кіреміз. Сол фильтрға кіріп, мына жерде марка деген бар, марка дегенге кірсеңіздер, қандай фирманыкін таңдағыңыз келеді. Trendyol, Milla, Cotton, De facto, Bershka деген мынандай неше түрлі көп жаңағы осындай неше түрлі нелер жазылған. Енді соны мысалы De facto болса De facto деп басып таңдайсыз. Сосын оның астында бүйтіп түскен кезінде осындай магазиндердің де аттары, бренд аттары жазылған. Осыдан таңдап көрсеңіздер де болады. Енді мен бұлай таңдамаймын, мен барлық магазиндерді көремін деймін. Енді беден дегеніміз бізде размерлер. Размерді таңдамай қойсаңыз да болады. Оны кейін жаңағы киімді таңдау барысында размерін таңдауға болады. Ренг дегеніміз түстерді таңдау. Одан кейін бой өлшеу дегеніміз қандай, мысалы максима, ұзын ба, қысқа ма деген сияқты. Мысалы юбка, шалбар көрген кезінде. Қол типі дегенде қол жағынан қолы ұзын ба, қолы қысқа ма деген сияқты мағынаны білдіреді. Фиат дегеніміз сізге қанша, мына жерде TL деген лира. Сізге қанша лираның көлемінде, 0-ден 100 лираның көлемі ма, 100-ден 175 лираның көлемі ма, сол жайында. Енді бұл жерде таңдамай қойсаңыз да болады оны. Енді бұл жерлерде аса қатты керек емес. Аса қатты керегі бізге жаңағы категория дегенде мына жерде 55 деп жазылып тұр. Осыны өшірсе
угула деп өшіремін. Категория. Қараңыздар, міне категория дегенге кірдім. Кірген кезінде мына жерде жазып тұрады. Елбез дегеніміз көйлек қой деймін, қателеспесем. Блуз, шырт, панталон деп жазылып тұр. Егер сіз бәрін көргіңіз келсе, бәрін птичка қоясыз. Ал егерде бір-бірден көремін десеңіз, бір-бірден таңдайсыз. Мысалы, мен ең алғашқы т-ширт деп жазылып тұр, соны таңдаймын. Сосын астында оранжевыйды басамын. Сол кезінде маған т-ширт дегеніміз футболка екен. Осындай футболкаларды шығарып береді. Енді бұл жерде сіз қандай футболканы ұнатасыз? Мысалы, маған мына футболка ұнаған болатын. Мынау. Осы футболка ұнаған болатын. Мынаны былай жылыту арқылы көре аласыздар. Және де ең астында 59.90 лира деп жазылып тұр. Соны біз теңгеге аударамыз. Теңгеге аударған кезінде Google-ға кіреміз. Google-ға кіріп, жаңа мен қанша дедім? 59.90, почти 60 лира. 60 лир теңге. Не, вот теңге деп шықты. 60 лир теңге бізде 1577 теңге екен. Сонда біздің мына футболкамыз 1577 теңге болып тұр. Енді осы футболкамды маған ұнады, мен аламын да оған осылай жүрекшені басып өзіме сақтап қоямын. Бұның астына түссе, бұл футболкалардың неше бір түрі шығады. Түстері әртүрлі. Міне. Қара, ақ деген сияқты. Енді ары қарай тағы да түсеміз. Тағы да футболкалардың неше бір түрі бар. Қолы, жеңі ұзын, қысқа деген сияқты. Енді біз көргіміз келеді, футболка емес, басқа тағы да юбка деген сияқты. Онда кезінде тағы да мынау категория дегенге кіреміз. Т-ширт дегенді алып тастаймын да, угула дегенді басамын. Сосын қайтадан категория дегенге кіремін. Блуз дегенді басамын. Блуз дегеніміз қателеспесем блузка. Блуз дегеніміз осындай екен. Блузка сияқты осындай киім шығарып берді маған. Міне. Мысалы, маған ұнайды. Бұл жерден ұнаған блузкаларымыз. Мысалы, мына біреу жасыл тұрған блузка әдемі екен. Бұның 5 түсі бар екен. Астындағы тұрған 5 деп жазылып тұрғанды басамын. Сол кезде маған түсін шығарып береді. Мынандай түсі бар екен. Мынандай түсі бар екен. Розовый, кремовый, зеленый. Осы ұнады, мен жүрекшені басып қоямын. Енді бұл жерде карго бердава деген жазуы бар екен. Тағы да бір секретін айтайын. Заказ берген кезінде Турцияда кейбір магазиндер өздерінің доставкасына ақша алады. Егерде доставкаларына ақша алмайтын болса, онда мына жерде карго бердава деп тұрған жазу тұр ғой. Сол жазу тұрады. Мысалы, мына блузкаға карго бердава деп тұр. Бұл блузкаға ақша алмайды доставкасына. 490 лир деп тұрма, сол 490 лирамен алынады. Дейді, пижама такымы дейді, бабет дейді, шапка дейді. Шапка дегенге кірсе, мысалы, кепка нелерді көрсетеді. Кепка, шляпаларды көрсетеді. Панама, міне. Енді қараңыз, мына жерде кепка, мына жерде жазып тұр 2 ли деп. Мына біздің қара мен ақ кепкамыз екеуі бірге жүреді екен. Бұл 57 лир, почти 58 лира екен. Біз бұны, бұда карго бердава деген сөзі жоқ. Демек, магазиндерге доставкасына, кейбір магазиндер доставкаға ақша алады. Жаңағы
шекараға апарғанша сол жерден кейбір магазин доставкасына ақша алады. Магазиннен жаңағы затыңызды шекараға жеткізген үшін бұлар ақша алады деген мағынада. Кейбір магазиндер бар, олар доставкаға ақша сұрамайды. Ол доставкаға ақша сұрамайтын заттарда мысалы карго бердава деген сөз болады. Мысалы мынау тұрған кепкада карго бердава деген сөз бар. Мынау панамамызда карго бердава деген сөз бар. Оны қалай білеміз десеңіздер, мысалы мен мына екі кепканы басамын. Басқаннан кейін спетекле дегенді басамын. Сосын размерін таңдаймын, S-ма, L-ма, L-ма. Мен S-ка деп таңдаймын. Сосын астында оранжевыйды басамын. Сол кезінде маған бұл жерден несін шығарып береді, ақшасын. Мына қараңыздар, 61 лира деп тұрған кепкамыз ең астында мына жерде жазылып тұр. 61 лира деп тұрған кепкамыз 77-28 лираға өзгерді. 77-28 лира дегеніміз ол 78 лира деп алайықшы. Оны Google-ға кіреміз де 78 лир деп жазамыз. 78 лиріміз 2000 теңге екен. Сонда біздің мынау кепкамыз 2000 теңге. Және де бұл жерде 2 ли деген сөз тұр. 2 ли деген ол бір упаковканың ішінде 2 кепка деген мағынаны білдіреді. 2 кепкамыз 2000 теңге. Сонда бір кепкамыз 1000 теңгеге айналып тұр. Осымен мен уақытым келіп қалды. Егер қандайды бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Және де бұл жерде біз адресті енгізу, код алу жайында мағлұматтар да бар. Оны өзімнің ақылы мастер-классымда толықтай етіп көрсететін боламын.